12 жасқа толған балаларға арналған. Өзінің ұлттық құндылықтарымен ерекшеленеді. Ұлттық құндылықтар дегеніміз белгілі бір ұлтқа тән, оның даму, қалыптасу тарихында ғасырлар бойы мәнін жоймаған рухани һәм материалдық қасиеттер мен қажеттіліктер. Ал қазақ халқының рухани құндылығының тамыры тереңде жатқаны белгілі. Бүгінгі таңда ғаламдану үдерісінде еуропалық өмір салтына еліктеу басым болып тұрған қоғамда ұлттық құндылықтарды сақтау, ұлттық сананы сақтаумен егіз ұғым екені анық. Қоғамдағы мәртебелі педагогтарымыздың міндеті өскелең ұрпақтың бойына ұлттық сананы қалыптастыру болып табылады. Осы ретте өңіріміздегі Ақтау қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарымызды сіңіруде ерекше мән беріп келеді. Мектеп ұжымы заманауи үлгідегі киіз үйді есік алдына орнатқан. Осы киіз үйдің ішінде оқушылар бос уақытын ұлттық бағыттағы түрлі үйірмелерге қатысып, өнерлерін өрістетуде. 2018-19 оқу жылынан бастап біздер осы балаларға ұлттық құндылықтарды насихаттау, осы ұлттық құндылықтарды өзіміздің рухани дүниелерімізді балалардың бойында сақтау, соларды сіңіру, солардан айырылып қалмау мақсатында мектеп ұжымымен ақылдаса отырып, осы киіз үйді бір пайдаға кәдеге жаратуды жөн деп санадық. Біздің Маңғыстау өңіріндегі киіз үйдің бұрынғы біздің ата-бабаларымыздан мұра болып қалған қалпында сақталуы, сол сақталған дүниені жас ұрпаққа бір беру мақсатын көздедік. Енді бұл жерде киіз үйдің құрылуынан бастап біздің оқушыларымыз өздерінің көз алдынан өткізеді. Шағыраңымызды өзіміз көтеріп, әсіресе осы наурыз айында бастап тігеміз. Содан бастап бізде бір жыл бойы тұрады. Бұрынғы ата-бабаларымыз киіз үйде бір жыл қысы жазымен тұрған ғой. Ол уақытта олар енді ортаға кәдімгі ошақ пеш қойып, жаңағы мына неден үзіктен тұрба шығарып, жаңағы от жаққан. Қазір енді біздерде қазіргі заманауи мүмкіндіктерді пайдаланып, өзіміз осы ішіне электр қуатын тартып, электр пештерін қосып, балаларға ағаш үйдің жылы болуын қамтамасыз ету мүмкіндігі туды. Үйді тек көрсетіп қана қою емес, оны бір жағынан бізге балалардың пайдаға асыру мақсатын көздедік. Әсіресе өнер сабақтары. Енді бүйтіп қарап отырсаңыздар, мына киіз үйдің барлығы тұнып тұрған өнер, тұнып тұрған енді математика. Мысалы жаңа балаларымыз түрлі-түрлі жаңа үйірмелерге қатысады, қолөнер үйірмесіне қатысады. Тек қана жатақхананың оқушылары ғана емес, сонымен бірге мектеп оқушыларының мектептегі қолөнер сабақтары, солардың барлығы осы киіз үйдің ішінде өтеді. Бұл енді алты қанатты, кәдімгі қазақтың алты қанатты киіз үйі, ақ басқұрлары бар, қызыл басқұрлары бар, мынау бауларымыз барлығы сол өзінің сақталған қалпында енді алуға біз енді соны сақтауға тырыстық. Енді сонымен бірге енді қазіргі үлгідегі мынау бұрын енді бізде киізден басып іргеліктер жасаған ғой, киіз үйге. Соны біз кішкене қазіргі таңда өзгертіп, мынау гобелен деп аталады. Іргеліктер қазір біздің жасаған. Киіз үйдің енді күтімі деген оңай нәрсе емес. Оны күтуге біздің ұжымда 20 қызметкер бар, жатақхана ұжымында. Сол жатақхана ұжымына бекітіліп берілген. Сол арасында енді карантин болған кезде біз былтыр енді киіз үйді жығуға мәжбүр болдық, себебі енді оқушылар жоқ болғаннан кейін босқа тұрып қалмасын деп. Сондай жағдайларда енді киіздерінің барлығының ортасына жаңағыдай бұзылып кетпеуіне, біте дейтін нәрсе бар ғой, көбелек. Сол түспесін деп себетін заттардың барлығын сеуіп, бүктеп, дұрыстап
мына керегелеріміздің жазылып кетпеуін, оқтарымыздың жазылып кетпеуін, бұлардың жаңа тігуімен бірге оның сақтауында да үлкен мән бар. Мысалы, мына оқтарды өздерін бөлек-бөлек әрқайсысын бөліп жинаймыз. Мысалы, маңдай оқтар олар бөлек жиналады. Басқа оқтарды енді өзін бөлек-бөлек енді 10-нан астам оқтарды бірлестіріп жинаймыз. Жинағанда барып енді бүйтіп жаңа қабырғаға сүйеп қоя салуға болмайды. Оның енді әрқайсысын өзінің иінін келтіріп, салмақты затпен бастырып, солай етіп жинап қоясың. Ал егер де олай етіп жинамасаңыз, онда мынау иіні бар ғой, міне оқтың иіні сол жазылып кетеді де, онда уже пайдаға аспай қалады әрі қарай. Сонда енді өзінің сақтау ерекшеліктері де бар, оңай дүние емес. Дегенмен де соның барлығына енді біз балаларымызға қолдағы бар нәрсені көрсету мақсатында, сол қолдағы бар мүмкіндікті пайдалану мақсатында осы киіз үйімізді қазір кәдеге жаратып отырған жайымыз бар. 6 керегеден құралады, 6 қанат деп аталады. Одан кейін енді ол оқ деген енді мына шаңырақпен керегенің ортасын байланыстырып тұратын дүние. Шаңырақ деген бұл енді киелі шаңырақ. Біздің бұны бақанменен көтереді, ер азаматтар көтереді, көтеріп ұстап тұрады да, содан кейін әуелі керегенің барлығын келістіріп жайып алады да, содан кейін барып бақанменен шаңырақты көтеріп, шаңырақпен керегенің ортасын оқтармен, оқты көріп отырсыңыздар ма, нелері бар, өздерінің оқ кіргізетін тесіктері бар, сол арқылы соған оқтарды кіргізу арқылы келесі ұшын керегеге байлау арқылы шаңырақты көтеріп орналастырады. Әрқайсысы бүйтіп қарап отырсаңыз бір-біріменен симметриялы түрде бүйтіп орналасқан. Мынау енді ақ басқұрымыз, бұл да кәдімгі үлкен еңбекпен тоқылатын дүние. Бұны енді үлкен шешелеріміз кезінде тоқылған. Бұл енді жаңағы сол жылы туылған баласының кейде атын естелік ретінде сөйтіп жазады. Енді мына киіз үйден де есігінен кіріп жатқан кезде міндетті түрде иіліп кіресіңіз. Шаңыраққа, мына төрдегі отырған адамдарға бір сәлем беру, сәлем салған кезде өзіңізді енді жаңағыдай кішіпейілдігіңізді көрсету бір мақсатында деп шығар деп өзімде ойлаймын. Жас келіндер келіп жаңағы шай құйып отырған кездерде кіріп жатқан кезде алғы бетімен кіреді де, шығып баратқан кезде ол сырт бетімен шығу керек. Мына отырған адамдарға, мысалы сыртқы нені жалпы бұл нәрсе негізінде кез келген жерде де, кәдімгі біздің қазіргі үйлерімізде де ол нәрсе сақталу керек та. Жалпы мына төрде тұрған қонақтарға, ер адамдарға, ер азаматтарға әйел адам сыртын беріп жүрмеу керек екен. Солай иіліп шығу міндетті емес, кетіп баратқан кезде осы сыртқы бетіменен жүріп шығып ана жерден мысалы есіктен енді бүгіліп шыққан кезде артымен емес, алдыменен шығып кету керек екен. Енді соның барлығын біз қазір енді балаларға айтып жатамыз. Әр керегенің өзінің орны бар деп айтып жатырмын да. Себебі орындарымен, әр керегенің өзінің орнымен сақтап салмасаң, онда үй дұрыс шықпайды. Ол қисық болып кетуі мүмкін, я болмаса дұрыс орнық болуы мүмкін, сондайда. Сондықтан оның дұрыс түсетінін қайдан білуге болады? Ол мына керегенің көздері бір-бірімен сәйкес келу керек. Сәйкес келген кезде өздері мына екеуі бірінің үстіне бірі бүйтіп сарт-сарт етіп өздері түсе қалады да. Сонда осындай әп-әдемі дүние болып шығады. Егер де олар бір-бірімен сәйкес келмесе, онда мынау дүние жаңағыдай мынаның бірінің үстіне бірі шығып кетуі мүмкін, сондай болып қалуы мүмкін да. Сондықтан мыналардың әрқайсының өзінде жаңағы біз қазір номерлеп қойғанбыз. Мысалы, бірінші кереге, екінші кереге деп 6 керегенің өзінің 6 орны бар. Киіз басуды жақсы меңгерген Алмагүл Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына өз өнерін үйретуден жалыққан емес. Енді бүгінгі біздің сабаққа қажетті материалдар: табиғи жүн материалы, орамал, сетка, су өткізгіш, су, сабын, және де қайшы, талдырма және дайын ою үлгілері қажет болады. Жүн өңдеудің 2 тәсілі болады: сулы тәсілі және құрғақ тәсілі. Егер де біз құрғақ тәсілмен өңдейтін болсақ, арнайы ине арқылы одан көбіне мынандай картиналар жасауға болады. Ал сулы әдіспен неше түрлі
бұйымдар жасауға болады. Яғни біз бүгін сулы әдістің бір түрін көрсететін боламыз. Ал қыздар бастайық, жасап жатқан бұйымның мөлшеріне қарайластырып құйып шығамыз. Әзірге жарайды. Енді қолыңды бүйтіп сабындап аласың да. Кез келген жерінен бүйтіп басасың. Ертеде әжелеріміз шиға орап, ыстық сумен далада жасағанды, мысалы киіз басуды. Қазіргі таңда заманауи түрде шағын бұйымдарды үй жағдайында жасауға мүмкіндік бар. Сабынның кез келген түрін пайдалануға болады. Кір сабында да, іш сабында да. Өте қатты баспаймыз, Венера. Себебі біз қазір деген оюларды біріктіруіміз керек қой. Жаңа үлпілдеп тұрған жүндеріміз уже жатты, артық жүндерді ішке қарай қайырасын. Жаңа қайырған жақтары астында қалған жақсыды. Талдырмадан жаңа біз бірнеше ою түрлерін қиып алдық қой. Талдырманы дәл осындай әдіспен басып шықтық. Оны әбден шайып кепкеннен кейін қажетті ою өрнектерімізді қиып аламыз. Ою өрнектерді негізіп қолдың икемділігі жақсы болатын болса, бірден қойып өрнектеуге де болады. Ал андай дайын үлгілер арқылы қиған ою өрнектер тегіс әдемі болып шығады. Төсеніштің бетін біз көктемнің жайма шуақ күндеріне теңестіріп біз таңдап алып отырмыз. Өрнектерімізді жақсылап қойып алғаннан кейін үстін қайтадан сеткі матамен жауып, дәл жаңағы алғашқы әдісті қайталаймыз. Келесі процесс орамал төсеп астына бұйымымызды осыған орап шығамыз. Яғни бұл киіз басу өнеріндегі білектеу әдісі дейді. Жақсылап орап аламыз да, бері қарай тарталым. Осыны жақсылап илейміз. Яғни жаңағы жүннің бойындағы барлық суды орамал өзіне сіңіріп алады. Осылайша кезек-кезек бағытта жаңағыдай орап бірнеше рет илейміз. Сол кезде жүн бізде әбден пісіп бір-біріне бірігеді. Содан соң дайын болған өнімді жылы суға салып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Жүннің бойындағы жаңа біз сабын қолдандық қой. Сол сабынның барлығы жылы судың бетіне шығады. Содан соң жақсылап жуып, тағы бір қайтара шаямыз. Бойындағы сабындар қалмау керек. Дайын бұйым шығады бізде. Сондай-ақ Назарбаев зияткер мектебінің жатақхана тәрбиешісі, кілем тоқудың шебері Жұмагүл Мизамбаева да өз үлесін қосып келеді. 10 саусағының өнер тамған инабатты шебер қыздар батырдың да тұлғаларын шығарып жүр. Жіптердің түйіліп қалатын жерлері болады, сол кезде қиып жіберіп, түйілген жерін алып, қайтадан несін сабақтап жіберіп, ары қарай жұмысты жүргізе береміз, тоқтап қалмаймыз. Биылғы 20-21 оқу жылында
осы гобелен өнерін қолға алдық. Үйірме мүшелері осы 9 сынып оқушылары, бұларға гобелен өнері қатты ұнады. Өйткені бұл біріншіден балалардың сабақтан шаршап келгеннен кейінгі бос уақытын тиімді пайдалану болса, екіншіден ол антистресс, психологиялық тұрғыдан да бұларға өте қызықты әсер еткендіктен келесі жылы қатысам деушілер көп. Балалардың қолынан шыққан өнерлердің барлығы осы бір оқу жылдың ішінде шыққан 7 кілемше, мына осы 8-шісі келесі жылдарғы жоспарымыз осыны астынан әртүрлі шашақтар жіберіп, енді адамның портретінде осы гобеленмен тоқып шығу ойымызда бар. Енді балалардың қызығушылығы басым болғандықтан, ер балдардың да қатысам деген ұсыныстары болғандықтан, біздер енді осы үйірмемізді кең ауқымда ашқымыз келіп отыр. Тек қана қыздар деп шектеліп қалмай, гобеленге ұлдарды да тартамыз. Енді алдағы мақсаттарымызда осы әрқайсысын жеке-жеке тоқыдық, әрқайсы жеке-жеке алынады. Көрмелерге қоюға, немесе жарыстарға қатысуға, балаларымыздың өнерін арғарайда жандандырып, дамытуға деп көңіл бөліп отырмыз соған. Осы жатақхана оқушыларының уақытын тиімді пайдалану мақсатында шебер қолдар үйірмесінде құрақ көрпе тігуді де жақсы қолға алған. Зейінді де дарынды қыздар бос уақыттарын қалт жібермейді. Бұл шебер қолдар үйірмесіне қатысқан өзіме ұнайды. Алдыңғы жылы да жатақхана оқушысының ата-анасымен бірге құрақ көрпе тігіп үйреніп бастаған болатынбыз. Сол әлі де әртүрлі бұйымдар жасап үйреніп жүрміз. Алғашқы жылы бұл үйірмеде біз жалпы шеберлікті үйренеміз. Гүлнар Жұмашевна өзінің білгенін бізге әрдайым көрсетіп жүреді. Және құрақ көрпе тігу бізге әрқашанда керек болады деп ойлаймын. Жалпы қазақ халқының өнері болғандықтан оны насихаттау керек деп ойлаймын. Мен сабақтардан шаршап келгендіктен кейде тігіп отқанды қатты ұнатамын, рахаттанамын. Киіз үйдің ішінде өткізілетін шебер қолдар үйірмесінің мақсаты оқушыларды шығармашылыққа, төзімділікке, ұқыптылыққа үйрету болып табылады. Шебер қолдар үйірмесінде оқушылар осы тігін машинасымен тігін жұмыстарын жүргіземіз әртүрлі. Қазір бізде құрақ көрпеше тігіп жатырмыз. Құрақтарды құрап, құрақтарды әртүрлі геометриялық пішінде қиып алып, оны бірінші көктеп, кейіннен тігін машинасына салып тігеміз. Сабақ барысында біздер ең бірінші техника қауіпсіздік ережелерімен таныстырып жүргіземіз. Себебі иінемен, қайшымен жұмыс жасағанда міндетті түрде оқушылар техника қауіпсіздігін сақтау керек. Бұл жерде жаңағы үй тұрмысында қолданатын әртүрлі бұйымдар жасаймыз. Мысалы, мына жерде оқушылардың жасаған қазан тұтқышын ұстағышы, және де осындай жастықша әдемі дизайн түрінде оны дивандарға қоямыз. Бұл жерде оюларды қиып алып, жапсырма түрінде тігін машинасымен бастырып тігіп көрсетілген. Оқушыларға бұл үйірме өте қатты ұнайды. Міне, ұлттық құндылықтарымыз сақталса, ұрпақтар сабақтастығы үзілмейді. Өткеннің өнегесі бүгінгінің баға жетпес байлығы екендігін келер ұрпақ естен шығармай, мәдениетімізді терең зерделесек, мәңгілік ел болатынымыз хақ.